Сәлем достар, бүгін сіздермен 5 минутта дәл осындай песочный пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып, тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен тап-таза ыдысымызға ұнымызды саламыз, және бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып, крошкалар жасап алатын боламыз. Ал енді разрыхлителімізбен ванилинімізді саламыз, және сахарная пудрамызды салып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Бір жұмыртқамызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Басқа ештеңе қосылмайды. Бұл қамырымызға артықша ұн қосуға болмайды, өйткені біздің қамырымыз қатып қалуы мүмкін. Толық грамдарын описаниеға жазып қалдырамын, сол жерден кіріп көре аласыздар. Қамырымызды пергамент қағазында жайып алатын боламыз. Дәл осылай кішкене қамырды бөліп алып қаламыз, ал қалған қамырларымызды дәл осылай бірдей етіп жайып алатын боламыз. Дәл осылай барлық жерін бірдей етіп, тұп-тұмалақ етіп жайып алғаннан кейін формамызға жайғастырамыз. Пергамент қағазымыздың шеттерін дәл осылай бүктеп, қамырымызды төртбұрышты етіп жинап аламыз. 22 диаметрлік дәл осындай формаға әдемілеп жайғастырып аламыз. Шеттеріне бөртіктер шығарып алуымыз керек. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп шеттеріне бөртік шығарып шығасыздар. Бізге дәл осындай өріктің тосабы қажет болады. Тосапты қамырымыздың бетіне барлық жеріне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Көп салып жібермеңіздер, бірдей етіп барлық жеріне жағып алсаңыздар жетеді. Дәл осылай жағып алғаннан кейін қамырымызды бір шетке алып қойып, екінші пергамент қағазымыздың бетіне ұнды себіп, кішкентай қамырымызды жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды дәл осындай узор кескішпен кесіп аламыз. Кесіп алған қамырларымызды дәл осындай пирогымыздың бетіне әдемілеп жайғастырып аламыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек торттар, десерттер, салат, ыстық тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецепттер. Достар, менің ютубтағы рецепттерімнен бөлек дәл осындай песочный пирог курсым да бар. Бұл жерде сіздер 10 түрлі қазіргі таңда хит болып жатқан песочный ауызда еритін пирогтарды үйрене аласыздар. Толық ақпарат алу үшін комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Пирогымызды дайындап алдық. Енді қызып тұрған 170 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққаннан кейін толығымен суытып, бетіне дәл осындай сахарная пудра сеуіп әсемдеп аламыз. Достар, біздің пирогымыз дайын болды. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шығатын видеоларым сіздің телефоныңызға SMS болып барып тұратын болады. Сау, сәлеметте болыңыздар.